Бәкір Нұртөре. Жақында реклама түсірдің Lexus компаниясына. Бірінші видео сразу залетел ғой. Цветокоррекция 0 ғой. Жалпы видеоны қалай үйрендің, қайдан үйрендің, кімден үйрендің? Қыран курсы енді басталып жатты. Как раз екеуміз бірге оқыдық қой сол кезде. Қыран рахмет деймін бе? Қыран көріп жатса, иә. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде Action жобасының 3-ші шығарылымы, және біз жобамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде сұхбатқа келген қонағымыз мобилограф, видеограф, әлеуметтік желіде біраз өзінің жұмыстарымен көрсетіп, таңғалдырып жүрген керемет жігіт Бәкір Нұртөре. Қош келдің. Алматыға қош келдің. Рахмет. Қалай екен? Алматы күшті. Бұған дейін келген. Бірақ каждый раз келіп көзім тоймайды. Көре бергім келеді тауларды. Бір шабыт береді, шыны керек. Енді өзің туралы қысқаша бір мәлімет айтып кетсең. Окей. Қай жақтан туылдың деген сияқты. Немен айналысып жүрсің? Негізі Жезқазған қаласында туылғам. Қазір Астанадамыз. Астанада оқу бітірдім. Сол жақта қазір жұмыс істеп жатырмын. Өз кәсібім бар. Спортивный одеждамен айналысамын. И плюс жаңағы видеомен айналысамын да. Негізгі өзің айналысатын основной доход тап келетін жұмысың бар, жаңағы ол кәсібім. Сондай, кәсіп. Видео екінші былай қосымша деген сияқты. Қосымша. Бірақ қазір былай қарасам, уже соңғы 2 айда почти жетіп қалып жатыр. Видеодан пайдасы теңесіп жатыр да почти. Екі жаққа да нормально келіп жатыр. Жалпы видео түсіру деген видео қызығушылық қай кезде, қашан басталды? Бұрын мектеп кезде или 2-3 жыл бұрын? Жоқ, 2-3 жыл бұрын болғанда жоқ әлі. Бір жыл бұрын шығар, 1,5 жыл бұрын ба, сондай примерно. Көкшетауда жұмыспен ауысқан ғой сол жаққа. Кәсіпті сол жақты продвигать ету керек болды да. И ол жақта андай кішкентай қала болғаннан кейін істейтін зат аз да. И қызық та аз. Сөйтіп көріп, оны кейбір қарайсың ғой Инстаграмда, басқа жерлерде, там Қыранды көресің, Нұрзат деген бар ше. Соларды қарап, андай бір шабыттанып, тоже бір цирк көрейінші дедім. Бірінші видео сразу залетел ғой. 20 просмотр жинап ше, сол жақта пабликта Көкшетауда. Көкшетау неде шыққан видеоларын көрдім, біраз Астананың пабликтерінде тоже, басқа кездерде. Жалпы видеоны қалай үйрендің, қайдан үйрендің, кімден үйрендің? Көп зат негізі YouTube болды. Одан кейін как раз Қыран курсы енді басталып жатты. Сосын сразу соғанда жазылдым. Как раз екеуміз бірге оқыдық қой сол кезде. И сол бүкіл бірігіп қой, YouTube-та болсын, Қыран курсы болсын, Исаев воркшоп деген бар, тоже курс. Соған қатыстым. Сол курстар арқылы ғой көбінесе. И қазір енді дамыту керек әрине. Бір керемет бір уровеньда емеспін, но определенный степенде бір атмосфера передавать ете аламын деген сияқты жай-жаймен. Негіз қалай ойлайсың, жалпы видеоны сондай курстарға қатысып онлайн, офлайн болсын үйреніп алған дұрыс па, или өзің үйреніп аласың ба деген сияқты? Өзін үйренуге болады, бірақ ол долгий процесс та. Өйткені YouTube-тан әрбір жерден іздеп шығу керек та оны. А когда сен мысалы бір курсқа қатыссаң, олар бір общий информация береді. И плюс басқан кезде кітап сияқты мазмұны ғой. Мазмұнымен полный толық бүкілін береді да. А сен ана жақтан әрбір жерден бір парақ іздеп жүресің, газет іздеп жүресің да. Бір смысл іздеп ше. И сондықтан мен ойымша, мындай курсқа қатысқан дұрыс сияқты. Ең алғашқы кездегі телефонға түсіріп бастадың ба, или камера болды ма? Как раз сол Көкшетау барған кезде iPhone XR алғам. iPhone XR алып, соның камерасы жақсы ғой енді. Сонымен түсіре бастадым. Бірінші видеоны соған түсірдім. Түсіргеннен кейін еще жаңағы бір пример көрдім. Нұрзат Танат деген бір жігіт бар, соның видеосын қарап, сол примерно сондай алып түсіруге тырыстым. Бірақ ана бірінші видеомды көрсеңіздер, ең соңында сол жаңағы цветокоррекция 0 ғой. Қарап отырсаң ше. Быт-шыт қылып салғам ғой видеоны. Бірақ соның өзінде де андай бір Көкшетау енді кішкентай қала болғаннан кейін ешкім түсірмейді ғой. Залетел, 20 мың просмотр жинады сол пабликта ше. Көкшетауда негізі жалпы табиғатын негізі түсіруге болады да. Табиғаты өте әдемі, керемет жер. Потом телефоннан кейін камераға көштің? Камераға көштім, бірақ көшуім қиын болды негізінде. Телефонға үйреніп қалады екенсің қатты. Монтажда бүкілін телефонмен жасауға тырыстым. И камера алдым, камераның видеосын алып, соткаға салып, соткамен монтаж жасадым ғой. Қиын емес па? Қиын ол жоқ, нормально болды по идее. Процесс. Флешкаға саласың да, саласың болды сразу. Бірақ все равно енді қазір более профессиональный болу үшін компьютерға көштік қой, ноутбукқа то есть. Ноутбукта
Телефонда дейікші, телефонда бірінші қандай программамен қолданып жүрдің, или әлі сонымен қолданасың ба? Мен телефонда ютубтан көп зат көргеннен кейін бірінші программа сол LumaFusion деген болды. Сонымен істедім. Платный болды, бірақ ше, соған қой, ақша аямай қойын дедім. Алдым, сонымен үйрендім. Ол екен несі интерфейсі Premiere Pro-ға ұқсады да. Мен до этого Premiere Pro-мен кішкене монтаж жасағам. Ұқсағаннан кейін соны алдым да. Қыранның курсында енді бірге оқыдық басында. Сол кезде вкус туралы нәрсе айтады. Вкус керек, вкус дамыту керек. Сол нәрсені қалай дамытуға болады ол? Ол егер адам өзінде болмаса, бастапқыда енді любой нәрсеге жалғыз видео емес, любой нәрсе вкус болады. Болса оны шығаруға, болмаса той шығаруға бола ма? Или ол жүріп былай не істей бере ме, или мүлде болмаса ол қиын деген сияқты, қалай ойлайсың? Жоқ, хотя бы бір кішкене бір нәрсе болу керек қой. Былай білмеймін, енді көп адамды көрдім ғой. Бастайды там бір жылдан кейін көресің, блин, әлі соғалып түсіреді ше. Бір жылдан кейін адам өзгеру керек қой кішкене. Бірақ может просто көңіл бөлмеген да, именно обычный заттарға ютубтан қарауға болатын еді, бірақ ол көңіл бөлмеген, жай ғана түсіре береді да. Әдемі деп ойлайды, бірақ ол өзіне жаңа айтқандай вкусы сондай болып тұр да. Иә, оны мысалы дамыту үшін, жақсы қарай өзгерту үшін не істеу керек деп ойлайсың? Менікі қандай әдістер қолдану керек? Кино көрген сияқтымын көп. Кино өте көп көретінмін. Сериал болсын, кино болсын. Енді ол жақта бүкіл әдеміні істеуге тырысады ғой. Симметрия болсын, басқа жағынан болсын. Соларға қарап вкус дамыта алған шығар. Жақында реклама түсірдің Lexus компаниясына. Сен үшін қалай андай level up болды ма? Жұмыс процесі қалай болды? Жалпы олармен ірі компаниялармен жұмыс істеген қалай екен негізі? Пока что мен әлі одобрить еткен жоқ. Бірақ қазіргі осы бітірсем, осыны жақсы бітірсем осы жұмысымды, ары қарай жұмыс істей алатын боламыз. Пока что енді в процессе болып тұр да. Енді құдай қаласа осы. Келесі апта болады сол. Қыранның рекомендациясы бойынша сені жібер сол жаққа жіберді. Бұл андай. Қыран рахмет деймін бе? Қыран көріп отырса, иә. Көріп отырса рахмет. Ол жақта енді мысалға жаңа жұмысында одобрить еткен кезде контракт бойынша жұмыс жасалады. Ол скорее всего ол жақта контрактпен шығар, мен білмедім қазір точно информация біз уточнить еткен жоқпыз. Просто қазір көріп жатырмыз. Пока тексеріс жақ компаниясы жұмыстарын көріп отыр. Әр мысалға нәрседе өзінің бөлек бір стилі болады. Видеода, видеографтардың да өзінің стилі болады. Бұлай түсіреді, біреу мынандай бағытқа жақсы түсіреді деген сияқты. Соны сен өзің қалай ойлайсың? Мен более андай атмосферный адам болғандықтан кішкене бір атмосфераны передавать еткім келеді всегда. Бір тишина болсын, табиғат болсын, басқа да зат болсын, немесе өлең болсын, өлеңде де сондай бір такой спокойный бір темпта болады ғой, сондай бір темпта передавать еткім келеді. Жалпы әлеуметтік желіде болсын, андай динамика бар видеолар. Көп андай просмотр көп жинай ма, или адам көбірек қызық қарай ма, соны қалай ойлайсың, не нәрседен ол? Қазір көп адам андай эмоцияға байланған ғой. И бәлкім сол жылдам видеолар эмоция беретін шығар адамдарға. Бірақ атмосфераның өзі де Птушкинді білетін шығарсыздар да? Блогер бар сондай, Птушкин деген. Әлемді түсіреді. Соңғы видеосы бір сөз қолданбайды соңғы видеосында. Бірақ бүкіл атмосфераны передавать етеді. Ол жерде сол өлеңі болсын, съемкасы болсын, бүкіл супер болды. Просто адам атмосфераны передавать етті. И астына қарасаңыздар бір негативный не жоқ та, коммент жоқ та. Бәрі позитивный. Бүкіл позитивный. Жалпы көп киноларды қарайын дедің. Жаңа қандай жанрда кинолар ұнайды? Соңғы көрген кином, жоқ соңғы емес, ол платформа деген кино көрген шығарсыздар. Қатты ұнады маған. Иә, көрдім. Иә. Кәдімгідей ішіндегі беретін. Бүкіл атмосфераны бере алғанда, жердегі напряжение маған қатты ұнады. И смысл да тоже бар да, в какой-то степени. Сенің инстаграмында, биоңда жазылып тұр Арманың Голливудта, Голливуд. Алдында Голливуд депсің, қазір Болливудқа өзгерді. Болливудқа өзгерді. Иә, жалпы Голливудта кино түсіру. Иә. Сол жаңа енді киноға қызыққаннан сондай арман, мақсат бар шығар. Ол туралы қалай? Мақсат неде енді? Маған Болливуд қатты ұнайды негізі. Олардың қазір дамып жатқан бүкіл кинолар негізі жақсы шығады ол жақта. Бізде көбінесе көретін андай ғой,
жаңа атқан кезде пыдық 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 деп Иә. өз кезде тақ 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 деп ұшады ғой, сондай болады. Негізінде одан да жақсы фильмдер бар, ол жақта да платформа сияқты фильмдер де бар, өте көп та. И маған білмеймін, өзіме индийский фильмдер қатты ұнайды, особенно Амир Хан деген білетін шығарсыз. Соны фильмдер қатты ұнайды. Өзің көрген жалпы қатты ұнатқан қандай киноларды айта аласың? Үшеу болсын мысалы. Именно Болливудтан. Болливуд па? Три идиота болсын, Пикей болсын, үшіншісін қайсысын қойсақ? Үшіншісін атын ұмытып отырмын бар ғой. Тоже бір фильм көрген. Триллер. Бүгінгі негізі дайындалған жалпы білгіміз келген сұрақтар осы. Бүгін бізде қонақта болған Астанадан келген Нұртөре. Келгеніңе рахмет, көп-көп. Енді осы Сізге де рахмет. Алла разы болсын. Сен еңбектеріне, жұмыстарын қараймын, бағалаймын, өте ұнайды. Бұрын кезден басынан бір жыл бұрын сол кезде көрдік қой енді. Анау Қыранның группасына жіберіп отыратын едік қой видеоларын, сол кезден бастап қарадым, сол кезде ұнады. Енді ары қарай дами бер, барлық мақсаттарың, армандарың орындала берсін деген біледі. Сіздер де дами беріңіздер. Соңғы видеоларыңыз маған да қатты ұнап жүр. Атмосфераны передавать ететінше. Алматы туралы деген сияқты сондай. Иә, Алматы біраз жерге соқты арады енді өзімде күтпеген нәрсе болды. Негізі ол тоже жаңа аяқ астынан шыққан нәрсе дейді ғой. Сол, маған да сондай ұнайды, атмосфераны передавать етіп. Рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Каналға тіркеліңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік.